Есіл әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы Көкшетау қаласында жаңа әлеуметтік дүкен ашты. Сауда нүктесіндегі тауардың бағасы халыққа тиімді, зейнеткерлер мен мүгедектерге жеңілдіктер қарастырылған. Бұл сауда нүктесі бұған дейін қолдан қолға өтіп тұрақты иесі болған жоқ еді. Енді тұрғындар үшін арзан бағамен сатылатын тауарларға толы жаңа дүкен ашылды. Дүкеннің атауы өзгеріп, іші сырты жөнделді. Көкшетау халқына адал қызмет етсін деп, адал деп атап дүкен аштық. Осы дүкеннің ашылуына 1-2 ай болды. Бұл жердегі бағалар басқа дүкендерге қарағанда әлдеқайда төмен. Сауда нүктесінде зейнеткерлер мен мүгедек жандарға ілтипат ерекше. Оларға 3% жеңілдік пен дисконт картасы беріледі. Мен бұл дүкенге жиі келемін. Мұндағы тауар бағасы арзан. Біз сияқты зейнеткерлерге өте тиімді. Сатушылар да халықпен жұмыс істей біледі. Әлеуметтік дүкен Көкшетау нан комбинаты аумағында орналасқан. Осы маңның тұрғындары үшін де тиімді болып тұр. Гаку Асыбекқызы, Ғалия Ашкенова, Марат Ахметжанов, ақпараттар қызметі.